Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тұрмыстық қалдықтар, өндірістік қалдықтар, қауіпті қалдықтар. Оқу мақсаты мәтінмен танысу, мәтінде көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындайды, негізгі идеяларды қысқаша конспектілейді, жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіреді. Ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын айқындайды, ауызша мәтін құрауда орынды қолданады. Енді сабағымызды бастамас бұрын балалар, мына суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыздар. Экологиялық және тұрмыстық қалдықтар бейнеленген. Бірінші суретте тұрмыстық қалдықтар, екіншісі заводтар мен фабрикаларда шығатын қалдықтар, үшінші суретте біз қоқыс жәшігіне қалдықтарды тастағанда өңделетін, өңделмейтін қалдықтар деп сұрыптап тастауымыз қажет. Ой түрткі сұрақтарына назар аударайық. Жердегі қауіпті қалдықтар туралы не білесіңдер? Қалдықтардың экологияға тигізетін зияны жөнінде не айта аласыңдар? Енді бұл сұрақтарға жауап ретінде мына мәтінмен танысып, осы мәтінге талдау жасаймыз. Мәтін түсініп оқыңдар. Мәтінде айтылған қауіпті қалдықтар қандай қалдықтар болуы мүмкін, болжам жасаңдар. Экология мәселелерінің қоғам өміріндегі маңызы мен мәні қаншалықты зор екенін айтпаса да түсінікті. 120 миллион гектардан астамы құмды, тұзды жер болып табылатын, жалпы аумағының 70% биоәртүрлілік сарқылып, экожүйені бұзылған Қазақстан үшін оның маңызы жоғары екені белгілі. 2010 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша елімізде 43 миллиард тоннадан астам өндірістік қалдық, оның ішінде 587,8 миллион тонна отты қалдық жинақталған. Олардың сақталу жағдайы сын көтермейді. 775 техногендік минералды түзілімдер объектісі тіркелген. Олардың көлемі жыл сайын өсу үстінде. Бұдан бөлек республикадағы 6325 елді мекенінің 25% ғана қалдық жинау және әкету кәсіпорын орындары қызмет көрсетеді. 4525 қалдық полигонының 6,8% ғана заңдастырылған. Елде жинақталған қауіпті қалдықтар көлемі шамамен 6 миллиард тоннаны құрайды. Оның басым бөлігі, яғни 86,7% Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарының тау-кен және байыту кешендерінің еншісінде екен. Енді қалдықтар, яғни қалдықтар табиғи шикізатты өңдеу нәтижесінде пайда болатын заттар мен өндірістік жарамсыз шығарылымдар. Қалдықтардың барлық түрлерін есептегенде өндірілетін табиғи заттар мен энергияның тек 2% ғана пайдаға асырылады. Қалған 98% әртүрлі қалдықтарға айналады. Қалдықтар түрлеріне қарай тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар, ауыл шаруашылық қалдықтар болып бөлінеді. Олар қатты, газды, сұйықтық болады. Зиянды және зиянсыз қалдықтар болып бөлінеді. Пайдаға асырылатын, асырылмайтын және жанатын, жанбайтын қалдықтар түрлері болады екен. Қауіпті қалдықтар деп біз құрамына зиянды заттар бар, қауіпті қасиеттері, яғни улылық, өртенетін, жарылатын қауіптілігі бар, адам денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін қалдықтарды айтамыз. Қоқыс қалдықтарын қайта өңдеу қаланың өзекті мәселелерінің бірі болып қалып отыр. Әлемдегі жетекші елдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл проблеманы оңтайлы шешуге толық мүмкіндік бар. Мәселен, Швецияда әрбір тұрғын қоқысты сұрыптап төгуге міндетті. Шыныны шыныға, металлды металға, қағазды қағазға. Соның нәтижесінде шыны заводының 90% қағаз өнімдерінің 1/3 қайта өңдеу пайдаланылады.
Осыдан келіп, Швеция мен Сингапур сияқты елдер әлемдегі экологиялық ең таза мемлекеттердің қатарына есептелінеді. Ал бізде Алматыдағы қоқыс өңдейтін жалғыз кешен 1 жылдан бері жұмыс істемей тұр. Бұның соңы неге әкеп соғатынын өздеріңіз де білесіздер. Енді осы мәтіндегі эко, уытты қалдықтар, биоәртүрлілік деген сияқты терминдерге түсіндірме сөздік арқылы түсінік беріп кетейік. Экожүйе бұл біздің қоршаған орта, уытты қалдықтар, тірі организмге және қоршаған ортаға қауіпті қалдықтар. Биоәртүрлілік бұл биологиялық әралуандылық, түрлердің белгілі бір аумақта экожүйеде немесе тіпті планета бетіндегі әралуандылығы, әртүрлілігі деп те атаймыз. Енді осы қалдықтар жөнінде бейне жазбаға назар аударыңыздар. Астананың ауқымы күннен күнге ұлғайып, заманауи кешендер мен ғимараттар бой көтеруде. Бас шаһарымыздың тұрғыны болуға ниетті азаматтар қатары да айтарлықтай артып отыр. Оның үстіне келімді, кетімді кісі көп. Осы ретте елорданың тазалығына ерекше мән беріледі. Ал енді мына көріністі қараңыздар. Бұл қаланың сырты, қоқыс тау болып үйіліп жатыр. Статистикалық деректер бойынша Астанада жыл сайын 300 мың тоннадан астам тұрмыстық қалдық сыртқа шығарылады. Осы қоқыстардың қоршаған ортаға тигізер залалы мен зардабын айтып жеткізудің өзі қиын. Соңғы кезде аяқ қолдарының дамуы тежелген, мүшелері жетілмеген сәбилердің туылуы, сирек кездесетін дерттердің кеңінен етек жаюы жиілеп кетті. Ғалымдардың айтуынша, мұның бір себебі экологиялық ахуалдың нашарлауы. Жыл сайын атмосфераға таралып жатқан зиянды қалдықтардың көлемі де көбейіп келеді. Тиісінше бұл жайттар басты құндылығымыз денсаулығымызға кері әсерін тигізіп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлемде әр 9-шы адам ауаның ластануы кесірінен көз жұмады. Әсіресе инсульт, жүрек қан тамырлары аурулары, өкпенің ісігі мен астма секілді аурулар өршіген. Көмірқышқыл газ, углекислый газ дейді, басқа газдар бар. Оның бәрі парниковый газдар. Парникте пайдаланатын газдар. Жер шарын қыздырды. Қазір 1,5 градусқа жердің қызуы көтерілді, бірақ көп апаттар болды. Ал одан ары үлкен апаттарға барады. 1,5 градусқа көтерсек, онда жәндіктер де, адамдар да аяғында біз бәріміз қырыла бастаймыз. Оған көп уақыт керек емес. Ал зат физигі Нильс Бор мұндай қарқынмен таяу болашақта өз қалдығымызға өзіміз көмілуіміз ғажап емес деген. Себебі жазық далаға тасталған қоқыс өзінен өзі бір мезетте жойылып кетпейді. Ол жылдар бойы сақталып, барша адамзатқа қауіп төндіреді. Жеміс-жидек қалдықтары, мысалы алма 2 апта, ал күнделікті өмірде жиі пайдаланылатын қағаз майлықтар 1 айдан кейін ғана ыдырап жойылуы мүмкін. Темекі тұқылы 2 жылдан 10 жылға дейін, жөргектер 30-40 жылға дейін сақталады. Қарапайым қытырлақ картоптың қаптамасы 70-80 жыл, бір реттік қолданысқа арналған ыдыстар 100 жылға дейін жата береді. Сондай-ақ алюминий құты мен пластик ыдыс 500 жылға дейін сақталады. Шыны 1 миллион жыл бойы, батареялар 2 миллион жылдан кейін ғана ыдырауы мүмкін. Жылдан жылға қатты қалдықтар саны көбейіп жатыр. Әртүрлі, яғни анализ бойынша, әртүрлі есеп бойынша ол 3 миллионнан 7 миллионға дейін болып келеді жиналатын қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі. Жалпы 100 миллионға жуық қатты тұрмыстық қалдықтары жиналған. Қазір жаңадан жасалып жатқан экологиялық кодексте осы циркулярды экономика принципін енгізуді ұсынып отырмыз. Сол принципке сәйкес, яғни барлық қайта өңдеуге келетін қалдықтар немесе өнімдер былай қарағанда қайтадан қолданылу керек. Енді балалар мұны бейне желімді көрдіңіздер. Енді біз сөздердің байланысу түрлері, қазақ тіліндегі сөздердің өзара байланысудың 5 түрі бар. Олардан қиысу, матасу, меңгеру, қабысу болып бөлінуі. Қиысу дегеніміз бастауыш пен баяндауыштың жіктік жалғау арқылы белгілі бір жақты
жекеше көпше түрде байланысуын қиысу дейміз. Мысалға, мен шықтым. Бұл жерде бірінші жақта бастауыш тұр, ал баяндауыш шықтым. Бұл яғни бастауыш пен баяндауыштың жіктік жалғау арқылы жасалынып тұр. Бұны қиысу дейміз. Матасу, ілік септігінің жалғауы мен сөз түгелдік жалғауы сөздердің байланысуын матасу дейміз. Мысалға айтатын болсақ, Төлегеннің батырлығы. Бірінші сөз Төлегеннің ілік септігінде тұр, батырлығы тәуелдіктің үшінші жағында тұр. Мекеменің ұжымы. Бірінші сөз ілік септігінде тұр, екінші сөз ұжымы ол тәуелдік жалғауы. Меңгеру ол сөздердің септік жалғаулары, яғни іліктен басқа бірге тұрып не шылау арқылы байланысу түрін меңгеру деп атаймыз. Мысалға, бастыққа кірді. Бірінші сөз бастық бұл бар септігінде тұр, яғни қа бар септігінде тұр. Ал екіншіде мекемеде жұмыс істейді. Бұл жерде яғни мекемеде деген жатыс септігінде тұр. Міне, яғни сөздердің септік жалғау арқылы байланысу түрлерін меңгеру деп атайды екенбіз. Қабысу сөздердің жалғаусыз қатар тұру арқылы байланысу түрін қабысу дейміз. Қабыса байланысатын сөздердің көпшілігі тұрған орындарында өзгертпейді. Мысалы, күншілдік найза, түйірілгендей, қызыл тілім кел бері, алып адам асқартау. Мұндағы қызыл тілім деген берік орын тәртібі арқылы байланысқан сөз тіркесі. Жанасу сөздердің орнын таңдамайды, бірде жақын, бірде алшақ байланысты. Яғни Саят былтыр бітірді деп айтуымызға болады, немесе Саят былтыр академияны бітірді деп айтуымызға болады. Бұл жердегі яғни сөздер алшақ байланысып тұр. Енді кезекте мына мәтінді оқып, қандай мәселе көтерілгенін айқындап, қарамен жазылған сөйлемдердегі сөздердің байланысу түрлерін анықтаңыз. Жұмыр жерде мекендейтін сан мыңдаған тіршілік атауының ішінде жер анаға адам баласының артық қиянат жасайтын жан иесі жоқ екен. Қазір қазақ даласында 22 миллиард тонна қалдық пен қоқыс жиналыпты. Оның 16 миллиард тоннасы техногендік минералдық қалдықтар болса, 6 миллиард тоннасы адам ағзасына аса қауіпті химиялық қалдықтар екен. Сарапшылардың дерегі бойынша жыл сайын елімізде 7 миллион тонна өнеркәсіптік жарамсыз қоқыс пен қалдық жиналатын болса, оның 250 миллионы денсаулыққа қауіпті улы затты көрмеді. Осы зиянды қоқыс шығаруда Қарағанды тау-кен және кен байыту кешендері 29,4% бірінші орынды иеленсе, Шығыс Қазақстан облысы 25,7% екінші орынды, ал тиісінше 17-14% қоқыс өндіретін Қостанай мен Павлодар облыстары үшінші орын бөліседі. Адам баласының табиғатқа тастайтын қатты тұрмыстық қалдықтары жер ананың денесіне жабысқан мелездей жылдар бойы табиғатқа жазылмас жара салатын дертпен тең. Адамдар күн сайын тау қылып күл-қоқысқа тастайтын пластмасса құтылар жер бетінде 500 жылға дейін кәдімгі полиэтилен пакеттер 200 жылдан астам уақыт шірімей жатады екен. Енді осы жердегі сөз тіркестеріне назар аударайық. Жұмыр жер, тіршілік атауы. Бұл жерде байланысу түрі қабысу, яғни ешқандай жалғаусыз орын тәртібі арқылы байланысты сөздердің орын тәртібі арқылы байланысу түрі қабысуға жатады. Жерде мекендейтін, бұл жерде жерде дегенде жер жатыс септігінде тұр, яғни меңгеру. Адам баласынан артық қиянат жасайтын жаны жоқ. Бұл жерде жанасу. Тіршілік атауының ішінде матасу. Тіршілік атауының ілік септігі арқылы байланыстыр, яғни матаса байланысқан сөз тіркесі. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды
қорытындылайық, рефлексия жасайық. Яғни бүгінге не үйрендің, сабақ бойынша қандай сұрағың бар, сабақтағы материалдардан өзің қандай ой түйдің. Осы сұрақтарға жауап жаза отырып, біз сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма: мәтін бойынша өндіріс орындары шығаратын қауіпті қалдықтар көрсеткіштерінің диаграммамен көрсетесіздер. Сау, саламатта болыңыздар.